Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetke ta'lim ko'rsatib 3 kun tig'ilib jatu menen осы үңгүрдүн ішінде, яғни әрбір іс, әрбір іздеу, әрбір жаңа жаңалық 3 күнге дейін қызбалы түрде қоғамның ортасында жүреді екен. 3 күннен кейін қалай болса да ол бәсеңдейді. Ол міндетті түрде жасалатын нәрсе, ол қағида. Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 күн осы ғардың ішінде, үңгірдің ішінде тығылып жатады да, 3 күннен кейін Мәдинаға қарай жолға шығады. Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мишкат шарифтағы риуаятында өзі айтады, ең жақсы жамағат ол 4 адамдық жамағат деп. Сол 4 адам болып Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы жерден Мәдинаның тарапына жолға шығады. Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қасында бар адам ол Абу Бакр радиаллаху анху, және Абу Бакр радиаллаху анхудың құлы Амир ибн Фухайра, және жол көрсетуші Абдулла ибн Ариқата әл-Лайси деген мушрик, меккелік. Соны жалға алған болатын, жол көрсетесің деп. Сөйтіп Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мәдинаға қарай жол тартады. Біз қазір Меккенің оңтүстігінде отырмыз, Мәдина солтүстігінде, жоғарғы жағында. Содан мына Қызыл теңізге қарай жолға шығып барып, біресе таудың үстімен, біресе таудың астымен, яғни уәдименен Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинаға жол тартады. Сол уақытта артынан Сурақа ибн Малик деген сахаба, ол уақытта исламды қабылдамаған, тіккен бәйгісіне қызығып Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның басын алам деп артынан келеді. Сол уақытта бір ғажап уақиға болады. Сурақа ибн Малик радиаллаху анху айтады, ол уақытта мұсылман емес еді. Қолыма найзамды алдым, бапталған атыма міндім, сөйтіп Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артынан қуып келдім дейді. Менің атым жетпейтін жүйрік жоқ еді, менің атым сондай жүйрік еді дейді. Содан қуып келіп мен жете бергенімде Абу Бакр радиаллаху анху Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтты, дұға қыл деп. Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға қылып еді, менің атымның 2 аяғы батып қалды дейді. Яғни мына жерде аттың аяғы бататындай жер жоқ, жер тасты, яғни таулы жер. Сол жерде Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғасыменен аттың аяғы құмға батып қалады. Содан Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, я Сурақа, сен неге келдің менің артымнан дейді. Сурақа радиаллаху анху айтады, мен дейді Құрайыштың тіккен бәйгісіне қызығып келдім дейді. Ей, саған Құрайыштың бәйгісі қанша саған берген дейді. Сурақа ибн Малик айтады, Құрайыштың бәйгісі 100 түйе еді дейді. 100 түйе деген нәрсе өте бір үлкен мәбләғ, яғни баға болатын. Сол 100 түйе мені сенің артыңнан қуып келіп, осылайша сені тұтқындауға мәжбүрледі, яғни артыңнан қуып жетуге мәжбүрледі дейді. Осы 100 түйе пайғамбарымыздай мұбарак адамның басына тігілген 100 түйе, пайғамбарымыздай қымбат адамзаттың абзалының бағасының өзі 100 түйе болған. Мушриктердің қойған бағасы 100 түйе. Енді кімде-кім хақ тұстанатын болса, оның бағасы 100 түйеге де жетпейді. Бүгінгі күні біздің заманымызда сол пайғамбарымызға тігілген 100 түйе әлі күнге дейін тігіліп келе жатыр. Кімде-кім шынды сөйлейтін болса, кімде-кім ақиқатты айтатын болса, оның басына тігілетін бәйге қашанда тоқтамайды. Оның артынан заказчиктар постоянно болады. Сондықтан мен әріптестеріме айтқым келетінім, яғни сен діннің ісін жүргізем десең, дін үшін тер төгем десең, басыңды бәйге тіккенің артыңнан сол мушриктердің тіккен 100 түйесі қашанда тоқтамайды, ол жүре береді, және басыңды алатын Сурақалар қаптап келе береді. Ешқашан оған мойымастан біз еңбек қылуымыз керек. Сурақа ибн Малик ол уақытта айтады, Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға егер мен найзамды лақтырсам жететін жерде едім дейді. Пәйғамбарымыз бірақ маған сондай сөз айтты, ол сөзге менің жүрегім сондай иланды дейді. Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, артына қарап, ей Сурақа, саған 100 түйеден де артығырақ нәрсені айтайын ба? Қисраның патшалығын уәде етем, Қисраның патшасының тәжін уәде етем, оның білезіктері мен белдігін уәде етем деп айтты дейді. Содан мен Пәйғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзіне сондай сендім дейді, ендеше жазып бер деп айттым дейді. Сонда Абу Бакр өзінің құлы Амир ибн Фухайраға бұйырды дейді. Амир ибн Фухайра пайғамбардың сөзін жазып бер деп. Содан мен Сурақаға, яғни Амир ибн Фухайра жазып берді. Осындай нәрселер, яғни Қисраның парсының патшалығының тәжі, оның білезігі, оның белдігі Сурақаға деп. Сурақа радиаллаху анху сол қағазды қойныма салдым да мен Меккеге кеттім дейді. Фатхи Мекке болды дейді, бәлен жылдан кейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманы өтті, мен мұсылман болып кеттім. Абу Бакрдың заманы өтті, мен мұсылманмын. Яғни ондаған жылдар өтті, кейін Омар радиаллаху анхудың заманы келген уақытта Қисраның патшалығы құлап, Абу Бакр Омар радиаллаху анхудың қолына өтті. Сол уақытта Байтулмал келген уақытта, Байтулмалға Қисраның бүкіл байлығы келген уақытта Мәдинаның мешітінің алдында төгіліп жатыр еді. Мен барып ішінен тәжді, білезікті, белдікті таңдап алып, үйіме алып кеттім дейді. Таңертең Омар радиаллаху анху келіп қарағанда
Қайда мынаның ішінде, списокта бар нәрсе мынаның ішінде жоқ қой деп іздегенде мен алып кеттім. Сонда айтты дейді Омар, ей Сурақа, сенің оны алуға қандай хақың бар еді деп. Сонда мен айттым дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған өзі жазып берген деп қойнымнан пайғамбарымыздың аузымен жазылған хатты алып шығып, оған көрсетіп, менікі екенін дәлелдедім. Омар радиаллаху анху шәк жоқ, Сурақа сенікі, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзінің растау үшін сұрап едім деп, Омар радиаллаху анху менің хақыма шешті дейді сол нәрсені. Сол Сурақа радиаллаху анху исламнан алдын осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қуып жеткен болатын. Өте бір қиын, қыстаулы, сондай бір жүруге ыңғайсыз жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қашқан болатын, басқалар артынан қуған болатын. Қазір мағриб намазының уақыты келді. Тағы да кездескенімізше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.